әлеуметтік желілерде хабарлап жатыр. Қаржаубай ағаны 3-4 жылға дейін түрмеге қамалуы мүмкін және 10 миллионнан 25 миллионға дейін штраф салынуы мүмкін деп жатыр. Осы шынын айтсам, достар, осы оқиға басталғаннан бері біз отбасымызбен қайғырып отырмыз, және де бұл оқиғаны күнде бақылауға алып отырмыз, күнде бақылап отырмыз, не болып жатыр, күнде жаңалықтарды қараймыз. Және де мен айта кететінім, TikTok желісінде көбісі стрим ашып, эфирде отырады ғой. Мен сондай бір стримге, эфирге кіріп қалған едім, 5-6 адам жиналып алған. Жиналып өздерінше бір әңгіме айтып отыр екен. Қаржаубай ағаны қаралап жатыр екен, барынша қаралап жатыр. Қаржаубай ағаны өзінің кінәлі қылып жатыр да ол жақта. Мен ол кісілерге айтатыным, өздеріңізді Қаржаубай ағаның орнына қойып көріңіздер. Бұл өте ауыр жағдай, ешкімнің басына бермесін. Баладан айырылып отыр. Және де інісі, онымен қатар інісі де қайтыс болды. Өте ауыр жағдай. Айранда үйіп отқан отбасын шырқын бұзды ғой. Быт-шыты шықты. Бір отбасы быт-шыты шығып отыр, былай қарағанда. Өте ауыр жағдай. Ешкімнің басына бермесін. Ешкімге тілемес едім ондай жағдайды. Қаржаубай ағаның отбасына осындай үлкен сынақ түсіп отыр. Енді Алла қолдасын деймін, және де Қаржаубай ағаға барлық жақсылық тілеймін, отбасына. Кінәлілер әлбетте жазасын алса екен деймін. Шерзат марқұмды өлтірген, аяусыз өлтірген қылмыскерлер әділ жазасын алуы тиіс. Достар, сосын мынау TikTok әлеуметтік желілерде өте Шерзат марқұмның оқиғасына байланысты өте жақсы челлендж жүріп жатыр екен. Блогерлер мен әншілерден отписаться ету керек деген. Мен де сол трендтен қалмайын деп, осы челленджден қалмайын деп, Инстаграмға кірдім. 3-4 адамға подписаться еткен екенмін. Миллион подписчиктер бар блогерлер олар. Олар әншілер, жаңағы курс сататын блогерлер бар ғой, солар екен. Аттарын атамай қояйын. Соның ішінде анау бойы сорайған блогер бар ғой, ақша шашып жүретін. Содан отписаться еттім мысалды. Енді ғана ол блогерлер енді ғана оянып жатыр, енді ғана естеріне түсіп қалған сияқты Шерзаттың оқиғасы. Одан бұрын ешкім сөйлемеген еді, ешкім айтпаған еді бұл оқиға туралы. Енді оларға тиіп жатқан сияқты. Мен ешкімді жазғырмаймын, бірақ сонда да халықтың арқасында күн көріп отырғаннан кейін халықпен бірге болу қажет деп ойлаймын. Сосын мен бір әлеуметтік желілерден көріп қалдым, бір депутаттан сұхбат алып жатыр. Осы Шерзаттың оқиғасына байланысты ол кісі айтады, мен білмейді екенмін, мен естімегенмін, білмеймін. Журналист, сұрақ қойып жатқан журналист қыз айтты, қалай сіз естімедіңіз, бүкіл әлеуметтік желілерде айтып жатыр ғой, түгел бүкіл әлем естіп жатыр бұл оқиғаны десе, ол депутат айтып отыр, мен білмеймін, мен естіген жоқпын, білмеймін, отбасымызбен естіген жоқпыз, білмеймін. Мен таң қалып отырмын, қалайша бұндай, мен в шоке, шынын айтсам бар ғой. Бұндай резонансный оқиғаны естімеу деген енді бұл білмеймін енді. Сонымен қатар Қаржаубай ағаның қарындасында мысалы депортация жасап жатыр. Бір қарындасын жаңа штрафты салып жатыр. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ол кісілер қазір енді ауыр жағдайда отыр. Қайғыруға да уақыт берілмей жатыр. Ол кісілерге шынын айтсам, қайғыруға да уақыт берілмей жатыр. Мысалшы, барлығы жақсы болсын деп тілеймін. Қаржаубай аға мен отбасына барлық жақсылық тілеймін, және де әділ шешім болсын. Қылмыскерлер әлбетте жазасын алуы тиіс. Жаңағы жүріп жатқан челленджге сіздер де қатыстыңыздар ма? Қатыссаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Мен де отписаться етіп кетпеңіздер. Мен блогерге жатпаймын ешқандай.